Сапарына саралемді лестіріп күзде келіп жетті. Биылғы ауа райының құбылысы облыс жұртшылығын таңғалдырып тұр. Біз іс сапарға шыққанда да ауа райы құбылып кетті. Біздер жолға шыға жаңбыр құйдай келіп, егінге барайық деп едік, енді қалай болар екен деп алаңдап келеміз. Көлігіміздің терезесін сабалаған ақ жаңбыр қара жолды тіпті көрсетер емес. Айнала жаңбыр. Ақ жаңбырда ауыл деп алаңдаған көңілдер. Бет алысымыз Успен ауданы. Біздерді ауданның қақпасы алдында аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің бастығы Ержан Теміржанов пен ішкі саясат бөлімінің қызметкері Жанна Кәрімова қарсы алды. Бір-бірімізді бұрыннан танитын адамдардай жаңалықтармен бөлісіп жатырмыз. Ауданның кіреберісінен басталған жинақылық, тазалық, әдемілік ұқыпты қолды аңғартады. Түзу көшелер бір-бірімен жалғасып жатыр. Сан ұлттың өкілдерінің ынтымағы байқалады. Орталықтағы қайтадан жөнделіп қалпына келтірілген өңірге әдемілік беріп тұрған демалыс сквері жұртшылықтың сүйікті орнына айналған. Осы қыркүйектің аяғында 100 жылдығын тойлайын деп отырған Успен ауылына бұл үлкен тарту екенінде дау жоқ. Жол картасы бағдарламасы елімізде енді сол бағдарламамен көптеген істер атқарылып жатыр ғой. Міне ауданымызда сол бағдарламамен мінекей көп істелінді деп айтуға болады. Мінекей өздеріңіз көріп отырған, міне біздің жасыл демалыс алаңы өзімізге көз қуантарлық жағдай ғой. Демалысымызға да, міне балалардың жүгіріп ойнауларына да сондай бір жақсы, бір керемет алаң. Балапанды күзде сана дейді дана халық. Күз ауыл шаруашылық үшін етек жеңді жинайтын кезең. Жаздай өсірілген өнімді шашпай төкпей, қамбаға құйып алу басты мақсат. Оған әрине ауа райы көп әсер ететіні сөзсіз. Биылғы күз жаңбырлы болып тұр. Десек те, шаруагер адам жұмыстың ығын біле отырып, күннің тиімді сәтін ұтымды пайдалана білетіні рас. Көздің жауын алардай қып-қызыл қарақұмық егістігі мемұндалап тұр. Егістікте өнімді дестеге түсіру жұмыстары жүргізіліп жатыр екен. Биыл қарақұмықтан аудан бойынша гектарынан 5 центнерден, ал кейбір жерлерде 7 центнерден өнімділік аламыз дейді аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің бастығы Ержан Теміржанов. Бәрі дұрыс, барлық жұмыс өз ретімен жаталып жатқаны байқалады. Ал Авторский ауылдық округіне қарасты биік шаруа қожалығының егістігіне келген біздер жайқалып тұрған егінді көргенде қуанып қалдық. Қазақта елде болса ерінге тиеді деген аталы сөздің мағынасын терең түсінген біздер егістіктегі баданадай бидайды көріп қолға ұстап мәз болдық. Кісі бойына пара-пар биікте бітік өскен Қазақстан 15 сұрыпты бидайдың басқа сұрыптан өзіндік ерекшелігінде сездік. Дән шіркін әлі де жап-жасыл, иіскесең сүт иісі келеді. Ауылға салсаң сүт дәмі шығады. Ертең нан қайналар дәнді ұстап бағалап жатырмыз. Мынандай жайқалған егінді көріп, Алладан ауа райының дұрыс болуын тіледік. Жиын терім біткенше жылы күн болса ғой деп армандадық.